Жыл сайын дүние жүзінде 1 миллион әйел сүт безі қатерлі ісігінен зардап шегеді. Сау сүт безі әртүрлі жасуша түрлерінен тұрады. Жасуша ядросында ДНК-ны табуға болады. Егер ДНК-ның бір ғана тізбегі зақымдалса, оны оңай қалпына келтіруге болады, немесе арнайы парп ақуыздары зақымданған жермен байланысады, және зақымдануды дайындау үшін басқа ақуыздарды өзіне тартады. Тізбектің қайта қалпына келгенге дейін екі тізбекті ДНК-ның зақымдануы 2 еселене береді. Екі тізбекті үзіліс болуы да мүмкін. Сондықтан бұл ауыр зақымдануды екі тізбектің комбинациясы арқылы жоюға болады. BRCA1 протеині ДНК-ның зақымдалған бос ұштарымен байланысып, екі тізбекті жалғай бастайды. Осылайша зақымдану қайта қалпына келеді. Ақыр соңында ДНК-ның екі тізбегі де бір-бірінен қатесіз ажыратылады. Тұқым қуалайтын сүт безі қатерлі ісігі бар науқастарда BRCA1 механизмі жұмыс істемейді. Жасушада екі тізбекті үзілістер болған жағдайда ДНК қалпына келтірілмейді. Жасушаны өлуіне алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, ол жасушаны рак клеткасына айналдыра алады. Бұл ісіктің басталуы болып табылады. Онда барлық жасушаларда бірдей ақау болады. Бұл науқаста арнайы емдеу және ісікке қан ағымымен түсетін арнайы парп ингибиторын қолданады. Және парп белоктардың инактивациясын тудырады. Ісік жасушасының ДНК-сында бір жіптің үзілісі пайда болған кезде, ол ұзақ қалпына келтірілмейді. Бір тізбектің сақталған үзілісі қос тізбектің үзілуіне әкелуі мүмкін. Тұқым қуалайтын ақауға байланысты BRCA1 ақуызы бұл зақымдануды қалпына келтіре алмайды. Нәтижесінде ісік жасушалары өледі. Айналадағы сау жасушалар да бір тізбекті үзілістерді қалпына келтіру механизмі де парп ингибиторлерінің күшімен инактивтеледі. Дегенмен қос тізбектің үзілуін қалпына келтіретін және жасушалардың өмір сүруіне мүмкіндік беретін белсенді BRCA1 ақуыздары әлі де бар. Емдеуден кейін парп ингибиторы жойылғаннан кейін бір тізбекті үзілістерді қалпына келтіру қайта жаңарады. Сол кезде барлық ісік жасушалары өлі болады.